Есектің еті арам, еңбегі адал дейді. Бірақ еті неліктен арам болғанын білесіз бе? Аңызын тарқатсаң, басы сонау Нұхтың топан суынан басталады. Көшпелілер арасында өте кең тараған аңыз. Өзбектің, қарақалпақтың нұсқаларында кішкене айырмашылық болғанымен мазмұны бірдей. Ендеше кезекті қисса Сул Әнбия. Топан су басталғанда Нұх кемеге барлық жан-жануарларды асығыс кіргізіп жатады. Есек кіріп келе жатқанда Ібліс оны арбап: «Есек, саған ерекше қасиет біткен, ешқашан досқа қиянат жасамайсың. Мені топан суға қалдырмай, өзіңмен бірге кемеге алып кір», деп жалынады. Есек келісіп, екеуі ішке ұмтылады. Сонда Ібліс: «Нұх мені кіргізбейді, құйрығыңа тығылып кірейін», дейді. Есек: «Мақұл», дейді. Ібліс есектің құйрығынан ұстап алып, кері қарай сүйрейді. Есек шыдай алмай ақырып жібереді. Шошып кетіп, зәр жібереді. Тар жерде топырлап тұрған хайуандар азан-қазан болады. Нұх есекке жекіп: «Кір ішке», дейді. Есек төрт аяқтап тұрып алады. Оның артында келе жатқан қошқар мүйізімен сүзсе де тапжылмай тұра береді. Нұх екінші рет: «Ей, малғұн, өткелді бөгемей кір ішке», дегенде есектен бұрын Ібліс кіреді. Нұх оған: «Шық», дейді. Ібліс: «Кір, малғұн деген өзің ғой». «Малғұн менмін, әміріңмен кірдім», деп кемеге жайғасады. Нұх сөзден жеңілген соң есекке қарап: «Көрген күнің қараң болар, жүрісің шабан болар, жегенің сабан болар, етің арам болар», депті. Есек содан бастап еңбегі адал болғанымен еті арамға айналды. Есектің әліге дейін өткелде суға зәр жіберетін жаман әдеті осы оқиғадан қалыпты. Қазір де есек Іблісті көрсе, өткендегі оқиға есіне түсіп, ақырып жаны қалмай қорқады екен. Құрметті оқырман, аңыз ұнаған болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Достарыңызға тарата отырыңыз.